ашық барым жоқ, иә, ашық барып жауып қай мәселе көтеріліп айтасың? Ең бірінші көтерілген мәселе қайсы деп ойлайсыздар? Сауатсыз және білім алу мәселесі. Сауатсыздық мәселесі ал, сауатсыздық мәселесі көтерілген мәселе. Ондағы ұлттық мүдде қандай? Ол жердегі ұлттық мүдде? Тек оқу мен жазуды үйрету емес, халықтың санасын ояту. Сауатсыздық ескіліктің, қатып қалған қатыгез салт-дәстүрлердің символы. Автор білімді, қарапайымдылықты, шенейтін, жалғыз жарыш бетінде көрсетуді мақсат еткен. Оқымай өз ойлап ешкізіңіздер. Екінші көтерілген мәселе. Ескі мен жаңаның тартысы. Ескі мен жаңаның тартысы. Бұл жерде ауыл адамдары бізге жаңалыққа сенбеді, яғни бұл комсомол деген үйсеннің идеясына сенбеді. Балаларды оқыту жөнінде олар тек баланы шаруаға көмектесетін адам ретінде қабылдаған. Бала тек қана қолғанат деп түсінді, иә? Келесі мәселе? Әлеуметтік және адамгершілік мәселелер. Адамгершілік мәселесі қай кезде болды олар? Қай кезде көрінді? Кімнің бойынан көрінді адамгершілік мәселесі? Адамгершілік мәселесі көтерілді дейсіздер, аз кімнің бойынан көрінді? Басқа да адамдардың көмегінсіз, яғни ауыл адамдарының көмегінсіз өзінің адамгершілігіне қарап мектепті ұстауға болады.